Апа, ренжімеңіз. Бұл жерде сізге жақсы қарайды. Сол сөз жүрегіне найзадай қадалды. 72 жасқа келген Зере әже ұлының жүзіне ұзақ қарады. Осы жүзді 9 ай көтеріп, 30 жасында жесір қалып, жалғыз өзі жеткізген еді. Бірақ бүгін сол ұлы көзін тайдырып тұр. Қолында бір қара сөмке ғана. Бар өмірі сол сөмкеге сыйып кеткендей. Қарттар үйінің темір қақпасы сықырлап ашылғанда, Зеренің ішінен бір нәрсе үзіліп кеткендей болды. «Балам, мен саған артықпын ба?» деді дірілдеген үнмен. Арман үндемеді. Үндемеген сайын, ана жүрегі одан сайын қанжылады. «Біраз уақыт қана, апа. Анаңнан шаршадың ба?» Жауап болмады. Тек төмен қараған көз. Сол сәтте Зере бәрін түсінді. Ұлы шаршаған жоқ. Ұлы одан ұялған. Кәрі анасынан. Бір кезде бүкіл өмірін арнаған адамынан. Арман тез бұрылып кетті. Көлігі қозғалғанша Зере орнынан тапжылмай тұрды. Көлік көзден ғайып болғанда ғана көзінен жас сырғып түсті. Сол күні ол алғаш рет өзін жетім сезінді. Күйеуі өлгенде де бұлай ауырмаған еді. Қарттар үйіндегі алғашқы түні Зере әже көз іле алмады. Терезеден түскен бозғылт жарық қабырғада жылжып бара жатты. Ал оның ойы өткен күндерге қайта орала берді. Жасы 25-ке енді толғанда жолдасы Серік кенеттен дүниеден өткен. Арман ол кезде небәрі 4 жаста еді. Қара жамылған жас келіннің алдына 2 жол тұрған. Бірі басқа өмір бастау. Екіншісі жалғыз ұлын жеткізу. Зере еш ойланбастан екіншісін таңдаған. Содан бері оның бар бақыты, бар арманы, бар мақсаты бір ғана адамға байланып қалды. Ол Арман. Таң қараңғысынан тұрып сиыр сауатын, күндіз мектеп асханасында ыдыс жуатын, кешке көрші ауылдың әйелдеріне тігін тігетін. Түнде шаршаған денесі қалқып кетсе де, қолындағы инесін түсірмейтін. Өйткені ұла ертең аш қалмауы керек. Қыстың бір аязды күнінде Арман қатты ауырып қалған. Дәрі алуға ақшасы жетпеген Зере жалғыз алтын сырғасын сатып жіберген. Сол сырғаны оған анасы ұзатқан күні таққан еді. Саудагер ақшаны қолына ұстатқанда жүрегі қанжылаған. Бірақ баласының маңдайынан сипап отырған сәтте еш өкінбеген. «Анашым, мен жазылып кетемін бе?» деп сұраған кішкентай Арман. «Сен әлі үлкен азамат боласың, құлыным. Сонда сені ешкім жылатпаймын». Зере күліп жіберген. Бірақ көзінен жас та шығып кеткен. Сол күні ол баласының сөзіне шын сенген. Жылдар өте берді. Арман мектепті үздік бітірді. Зере бар жиған тергенін сатып, оны қалаға оқуға жіберді. Тіпті әкесінен қалған шағын үйді де сатып жіберген. Ауыл адамдары қартайғанда қайда барасың деп сұрағанда, ол күліп, «Балам бар ғой» дейтін. «Менің байлығым да, үйім де сол». Сол кезде ешкім оның бұл сөздерінің бір емін күні жүрегін осынша жаралайтынын білген жоқ. Қазір сол байлығы оны қарттар үйінің есігіне әкеліп тастаған еді. Түн ортасында Зере жастығын құшақтап үнсіз жылады. Өзінің емес, ұлының мейірімі жоғалып кеткеніне жылады. Ал дәл сол сәтте Арман үйінде ұйықтай алмай дөңбекшіп жатқанын ол қайдан білсін. Арман сол түні көзіле алмады. Үйдің іші тыныш болғанымен, көңіліндегі дауыл басылар емес. Қарттар үйінің алдында анасының соңғы рет бұрылып қараған жанары көз алдынан кетпеді. Сол жанарда реніштен де ауыр нәрсе бар еді. Ол үміттің сөніп бара жатқан сәулесі. Арман орнынан тұрып ас үйге шықты. Терезе алдында келіншегі Мадина отыр екен. «Ұйықтамадың ба?» деді Арман бәсең үнмен. «Ұйқым келмеді». Екеуінің арасында ауыр үнсіздік орнады. Бір кезде Арман: «Анам жылап қалды» деді. Мадина күрсінді. «Арман, тағы бастама». «Қалай бастамаймын?»
Бізде басқа амал болды ма? Арман жауап бере алмады. Соңғы 2 жылда үйде осы тақырыптан қанша ұрыс болғанын өзі де ұмытқан. Зере әже қартайған сайын жиі сырқаттанатын. Кейде дәрісін ұмытып кететін, кейде түнде оянып кететін. Ал Мадина мұның бәрін ауыр қабылдайтын. Мен күтуші емеспін, дейтін кейде ашуланып. Бірақ ол 2 оттың арасында қалған адамдай еді. Бір жағында анасы, бір жағында отбасы. Ақыры әлсіздік жеңді. Сол күні қарттар үйіне апаруға келісім бергенде өзін сатқын сезінген. Бірақ бәрібір барған. Мадина кенет үнсіздікті бұзды. Сен мені кінәлап отырсың ба? Жоқ. Онда неге күнде осыны ойлайсың? Арман терезеге қарады. Сыртта жаңбыр жауа бастапты. Білмеймін. Адамдар не демейді, деді Мадина. Кім? Ертең бәрі бізді жамандайды. Арман басын шайқады. Мен адамдардан қорқып отырған жоқпын. Онда неден? Арманның дауысы қарлығып шықты. Анамның көзінен. Мадина үндемей қалды. Өйткені ол да Зере әженің қоштасар сәттегі жанарын ұмыта алмаған еді. Сол түні екеуі де бөлек бөлмеде жатты. Ал жүздеген шақырымдай жерде Зере әже басқа қарттармен бірге таңды қарсы алып отырған. Таңғы шай үстінде жанындағы қария әйел. Қашан келдіңіз? Деп сұрады. Кеше. Балаларыңыз бар ма? Зере сәл кідірді. Бір ұлым бар. Келіп тұратын шығар. Зере жымиған болды. Бірақ жанары мұңға толып кетті. Иә, келер. Өзі де бұл сөзге сенбеген еді. Себебі кетерде Арман. Жақында келемін, апа, деген. Бірақ оның дауысында сенімділік жоқ болатын. Ал ана жүрегі баласының айтпаған сөзінде сезетін. Сол күні түстен кейін Зере әже ауладағы орындықта жалғыз отырды. Аспанға қарап ұзақ ойланды. Бір кезде көзі аула шетінде жүрген ақ шашты қарияға түсті. Қария оған қадала қарап тұр екен. Бейтаныс адамның жанарында таңданыс бар еді. Тіпті сағынышқа ұқсайтын бір сезім де байқалды. Зере оның неге бұлай қарап тұрғанын әлі білмейтін. Бірақ дәл сол кездесу оның қалған өмірін мүлде өзгертіп жіберетін еді. Зере әже хатты ұзақ уақыт аша алмай отырды. Қолындағы ақ қағаздың салмағы қорғасындай ауыр көрінді. Бір жапырақ хат. Бірақ оның ішінде қанша өкініш, қанша мұң жатқанын жүрегі сезіп тұрды. Түн орта сауған кезде ғана дірілдеген саусақтармен конвертті ашты. Қағаздан таныс иіс аңқыды. Бұл оның баласының үйіндегі иіс еді. Көзінен еріксіз жас сырғып түсті. Сосын оқи бастады. Анашым, сіз бұл хатты оқыған кезде менің жүзіме қарағыңыз келмеуі мүмкін. Бірақ мен үнсіз жүре алмадым. Сол күні сізді қарттар үйіне қалдырып кеткеннен бері жаным тыныштық таппады. Мен өзімді кешіре алмай жүрмін. Сіз маған өміріңізді арнадыңыз. Ал мен сізге жалғыздық сыйладым. Сіз мені аш қалдырмадыңыз. Мен сізді қартайғанда панасыз қалдырдым. Анашым, мен жаман адам болып кеткен шығармын. Бірақ сізді ешқашан жақсы көруді тоқтатқан емеспін. Зере ары қарай оқи алмады. Әр сөз жүрегіне ине болып қадалып жатты. Көз жасы хат бетіне тамшылай берді. Ол бір сәт көзін жұмды. Кенет есіне Арманның бала кезі түсті. 1-ші сыныпқа барған күні. Жаңа киім алып беруге ақшасы жетпей, түн бойы көршінің баласының формасын өз қолымен тарылтып тіккені. Таңертең Арман айна алдында айналып жүріп, «Мен ең әдемі баламын ба?» деп сұраған. Сонда Зере күліп, «Сен менің ең үлкен бақытымсың, құлыным» деген еді. Сол бала бүгін хат арқылы кешірім сұрап отыр. Зере қайтадан қағазға үңілді. Сіз кеткен соң үйдің іші босап қалды. Сіздің шәйнегіңіздің дауысы жоқ. Таңғы батаңыз жоқ. Кешкі тоғаңыз жоқ.
Үй бар сияқты, бірақ жылуы жоқ. Мен күн сайын телефоныңыздың нөмірін теремін, бірақ хабарласуға батылым жетпейді. Сіз мені кешірмейсіз деп қорқамын. Зере көз жасын сүртті. Ей, балам-ай, деді сыбырлап. Ана баласын кешірмеген күн бар ма? Осы кезде есік қағылды. Бұл Нұрлан еді. Ол Зеренің жүзіне қарап бәрін түсінді. Жыладың ба? Зере үнсіз хатты ұсынды. Нұрлан асықпай оқып шықты. Біраз уақыт ештеңе айтпады. Сосын баяу ғана. Ұлың сені жақсы көреді екен. Онда неге тастап кетті? Нұрлан ауыр күрсінді. Кейде адамдар жамандықтан емес, әлсіздіктен қателеседі. Бұл сөз Зеренің жүрегіне жетті. Өйткені Арманның кішкентай кезінен бері бір кемшілігін жақсы білетін. Ол ешқашан қатыгез болмаған. Тек өзгелердің ықпалына тез берілетін. Түн ортасына дейін ол хатты қайта-қайта оқыды. Әр жолын, әр әрпін, әр өкінішін. Бірақ таңға жақын күтпеген хабар жетті. Кезекші қызметкер бөлмеге асығыс кірді. Зере апа, не болды? Сізге біреу келді. Маған? Иә, қазір, осы уақытта. Зеренің жүрегі атқақтап кетті. Оның ойына бірден Арман келді. Бірақ кірген адам Арман емес еді. Босағада тұрған жас жігітті ол өмірінде алғаш рет көріп тұрды. Ал әлгі жігіттің алғашқы сөзі Зерені есеңгіретіп жіберді. Сіз, Зере Қасым қызысыз ба? Иә, мен сізді көп жылдан бері іздеп жүрмін. Зере әже орнынан баяу көтерілді. Босағада тұрған жігіттің жасы 30-да шамасында еді. Ұзын бойлы, салмақты. Бірақ жанарында бір түрлі толқу байқалатын. Ол да Зереге қадала қарап қалған. Сөз бастауға батылы жетпей тұрғандай. Балам, сен кімсің? Деді Зере. Жігіт бір сәт үнсіз қалды. Сосын қалтасынан ескі сурет алып шықты. Суретті Зеренің қолына ұстатты. Зере көзілдірігін киіп суретке үңілді. Бұл жастық шағындағы өзі. Жанында ауылдағы құрбысы Майра тұр. Сурет шамамен 50 жыл бұрын түсірілген. Зере аң-таң болды. Мұны қайдан алдың? Жігіттің көмейіне өксік тығылды. Бұл сурет анамның сандығында сақталған. Анаң кім? Майра. Зере селк кете қалды. Майра? Көз алдына өрімдей қыздың бейнесі келе қалды. Мектептен бірге өскен құрбысы. Кейін басқа облысқа тұрмысқа шығып кеткен. Содан байланыс үзілген. Майра қайда? Жігіт басын төмен түсірді. Анам 3 ай бұрын қайтыс болды. Зеренің жүрегі шым ете қалды. Тағы бір құрдасының өмірден өткенін есту ауыр тиді. Жатқан жері жарық болсын. Жігіт қалтасынан бүкелген қағаз шығарды. Анам көз жұмар алдында маған бір аманат айтты. Қандай аманат? Зере деген құрбымды тап, одан кешірім сұра деді. Кешірім? Иә. Зере таңырқай қарады. Неге? Жігіт көз жасын әрең тежеді. Себебі анам сізге өмір бойы айталмай кеткен бір шындық бар екенін айтты. Бөлме іші тып-тыныш болып кетті. Тіпті сағаттың тықылы да анық естіліп тұрды. Қандай шындық? Жігіт бірден жауап бере алмады. Ол да бұл әңгімені айтуға қиналып тұрғаны байқалды. Анам жас кезінде сіздің тағдырыңызды өзгертіп жібергенін айтты. Зере не айтарын білмеді. Жүрегі әлденені сезгендей дүрсілдеп кетті. Осы кезде есік алдында тұрған Нұрлан да ішке кірді. Әңгіме басынан бері бәрін естіп тұрған. Жігіт Нұрланға қарады. Сосын қайтадан Зереге бұрылды. Анамның айтуынша, сіз екеуіңіз бір-біріңізді жақсы көргенсіздер. Нұрлан мен Зере бір-біріне қарады. 50 жыл бұрынғы көмескі естеліктер қайта тірілгендей болды. Иә, болған еді. Бірақ сіздердің араларыңызға түскен адам менің анам екен. Зеренің демі тарылып кетті. Не дейсің?
Анам сізге жалған сөз жеткізгенін айтты. Нұрлан орнынан тұрып кетті. Қандай сөз? Жігіт көзін сүртті. Ол кезде Нұрлан аға әскерде жүрген екен. Иә, анам сізге Нұрлан басқа қызға үйленіп кетті деп айтқан. Бөлме іші үнсіз қалды. Зере есеңгіреп отырды. Өйткені дәл сол хабардан кейін ол өмір бойы күткен адамынан күдер үзген еді. Ал Нұрлан ауылға оралғанда Зеренің басқа жігітке тұрмысқа шыққанын естіген. Ол да бәрі бітті деп ойлаған. Сөйтіп, екі тағдыр екі жаққа кеткен. Бір ғана жалған сөздің кесірінен. Зере көзін жұмды. Жанарынан жас ақты. Өкініштің жасы. Жоғалтқан жылдардың жасы. Өтіп кеткен жастықтың жасы. Ал дәл сол мезетте басқа қалада Арман көлігінің кілтін қолына алып шешім қабылдап жатқан еді. Ол анасына бармақ болды. Қандай жағдай болса да, қандай сөз естісе де. Бүгін ол анасының алдына барып, тізерлеп кешірім сұрауға бел буған. Бірақ тағдыр олардың кездесуіне тағы бір ауыр сынақ дайындап қойған еді. Арман таң ата салысымен жолға шықты. Түні бойы көз ілмеген. Анасына жазған хатының әр жолы санасында жаңғырып тұрды. Көлік терезесінен сырғып өтіп жатқан далаға қарап отырып, бала күнін есіне алды. Мектептен тоңып келген кештер, анасының пештің қасына отырғызып, қолын жылытып отырған сәттері. Ауырып жатқанда түнімен кірпік қақпай қасында отырған кездері. Сол анаға қалайша осындай қиянат жасағанын өзі де түсіне алмады. Кеудесін өкініш өртеп бара жатты. Бір кезде телефоны шырылдады. Бейтаныс нөмір. Тыңдап тұрмын. Арман мырза ма? Иә. Мен қарттар үйіне хабарласып тұрмын. Арманның жүрегі су ете қалды. Анам аман ба? Аман, алаңдамаңыз. Арман терең дем алды. Не болып қалды? Бүгін сіздің анаңыздың қан қысымы көтеріліп кетті. Дәрігер қарап жатыр. Арманның қолы қалтырап кетті. Мен келе жатырмын. Жақсы. Қоңырау аяқталды. Арман газды қаттырақ басты. Жүрегі бір жамандықты сезгендей. Ал сол уақытта Зере әже бөлмесінде отыр еді. Дәрігер жаңа ғана шығып кеткен. Жас келген жүрек бәрін көтере бермейтін. Бүгінгі естіген шындық та оңай тиген жоқ. 50 жыл. Тұтас 50 жыл. Бір жалған сөздің кесірінен басқа тағдыр кешкен. Нұрлан үнсіз қасында отырды. Екеуінің де жан дүниесін өкініш кернеп тұрған. Егер сол кезде бәрі басқаша болғанда ше, деді Зере. Нұрлан мұңая жымиды. Онда біз бүгін басқаша қартайған болар едік. Зере көз жасын сүртті. Тағдырға өкпе жоқ. Иә. Бірақ кейде адам өткен күнге бір сәтке ғана оралғысы келеді екен. Нұрлан басын изеді. Өйткені дәл қазір оның да жүрегінде сондай арман бар еді. Сол кезде есік қағылды. Кезекші қыз кірді. Зере апа? Иә қызым, сізге гүл келді. Маған ба? Қыз қолындағы шағын гүл шоғын ұсынды. Гүлдердің арасында кішкентай хат жатыр екен. Зере ашып оқыды. Анашым, күтіңізші, мен келе жатырмын. Қолтаңба жоқ, бірақ кім жазғанын бірден білді. Арман. Зере хатты кеудесіне басты. Сол сәтте жанарынан тағы да жас сорғалап ақты. Бұл жолы мұңнан емес, үміттен туған жас еді. Алайда дәл сол мезетте тас жолдың бойында Арман көлігі кенет қарсы бағыттан шыққан жүк көлігінен қашамын деп рөлді күрт бұрып жіберді. Дөңгелек шыңғырып кетті. Көлік жол жиегіне қарай сырғып бара жатты. Арманның соңғы ойы. Тек анама жетсем екен деген тілек болды. Ал бірнеше секундтан кейін айналаны қорқынышты тарс еткен дыбыс басты. Сол күні кешке қарай қарттар үйінің дәлізінде біртүрлі тыныштық орнады. Зере әже терезе алдында отырды. Көзі жолда. Жүрегі ұлының келуін күтіп тұр. Біресе орнынан тұрады, біресе қайта отырады. Ана жүрегі баласының жақындап келе жатқанын сезгендей.
Бірақ уақыт өткен сайын көңіліне мазасыздық ұялай берді. Күн еңкейіп қараңғылық түсе бастағанда қарттар үйінің директоры бөлмеге кірді. Жүзінен бір ауырлық байқалды. Қасында ақ халатты дәрігер тұр. Зеренің жүрегі суып кетті. «Не болды?» деді әлсіреген үнмен. Ешкім бірден жауап бермеді. Сол үнсіздік бәрінен қорқыныш деді. «Айтыңдаршы». Директор күрсінді. «Зере апа, сабыр сақтаңыз. Әженің саусақтары мұздап кетті». «Балама бірдеңе болды ма?» «Жол апатына түскен екен». Зере орнынан ұшып тұрды. «Қазір қайда?» «Ауруханада». Әже қабырғаға сүйеніп қалды. Көз алды қарауытып кеткендей болды. «Тірі ме?» «Иә, дәрігерлер қолдан келгенін жасап жатыр». Зере көзін жұмып жіберді. Шүкіршілік пен қорқыныш аралас сезім жанын қысып бара жатты. Бірнеше минуттан кейін Нұрлан көлік тауып, екеуі ауруханаға қарай жолға шықты. Түн қараңғысы қоюланып кеткен. Жол бойы ешкім сөйлемеді. Тек Зере әженің ерні жыбырлап отырды. Ол дұға оқып келе жатқан. «Алла тағалам, жалғызымда аман қалдыра көр. Мен бәрін кешірдім. Тек көзімді тірі көрсе екен». Көз жасы тоқтар емес. Қанша ренжісе де, қанша қиналса да, ана жүрегі бәрібір баласына алаңдайды екен. Ауруханаға жеткенде оларды дәрігер қарсы алды. «Арманның туыстарсыздар ма?» «Мен анасымын». Дәрігер басын изеді. «Жағдайы ауыр болды, бірақ әзірге қауіптен алып шықтық». Зере отырған жеріне отыра кетті. Жаратқанға сан мәрте шүкір айтты. «Көруге бола ма?» «Қазір болады». Біраздан соң палата есігі ашылды. Зере баяу ішке кірді. Төсекте жатқан адамның өңі қуарған, басы таңылған, қолдары көгерген, бірақ ол оның жалғыз еді. Кішкентай кезінде қызуы көтеріліп жатқанда қалай алаңдаса, дәл қазірде солай алаңдап тұр. Әже ұлының қолын ұстап үнсіз жылады. Көп ұзамай Арман көзін ақырын ашты. Алғаш көргені анасының жүзі болды. «Анашым». Даусы әрең шықты. Зере оның маңдайынан сипады. «Мен осындамын, құлыным». Арман жылап жіберді. Көп жылдан бері жыламаған ер адам бала сияқты еңіреп жатты. «Кешіріңізші. Болды. Мен сізге лайық ол бола алмадым». «Ондай сөз айтпа. Мен сізді ренжіттім». Зере оның қолын қаттырақ қысты. «Балам, ана жүрегі реніш сақтамайды». Палатада тұрғандардың бәрінің көзіне жас келді. Бірақ дәл осы кезде дәрігер қайта кірді. Жүзі сәл алаңдаулы еді. «Арман мырза?» «Иә. Біз сізге барлық тексеруді жасадық». «Не болды?» Дәрігер бір сәт үнсіз қалды. Сосын жай ғана. «Жол апаты кезінде анықталған тағы бір мәселе бар екен». Арман мен Зере бір-біріне қарады. «Қандай мәселе?» Дәрігердің келесі сөзі екеуін де есеңгіретіп жіберді. «Өкінішке қарай, сіздің жүрегіңізде ауыр дерт анықталды». Палата іші тып-тыныш болып қалды. Дәрігердің сөзі әлі де құлақтарында жаңғырып тұрғандай. «Жүрегіңізде ауыр дерт анықталды». Арман үнсіз жатты. Ал Зере әженің өңі бозарып кетті. «Қауіпті ме?» деді әрең. Дәрігер орындыққа отырып түсіндіре бастады. «Қазір нақты үкім айтуға ерте, бірақ емді созуға болмайды». Зере қолындағы тәспісін қыса түсті. Бірнеше күн бұрын ғана өзін тағдырдың ең бақытсыз адамы санаған еді. Ал қазір бар тілегі біреу ғана болды. Ұлы аман қалса екен. Сол түні Зере ауруханадағы орындықта отырып шықты. Ұйықтамады, шаршамады да, тек баласына қап отырды. Арман көзін ашқан сайын анасын жанынан көрді. Бір кезде ол сыбырлап, «Үйге қайтыңызшы, шаршадыңыз» деді. Зере басын шайқады.
Сен кішкентай кезінде 3 күн қызумен жатқансың. Сонда мен де кетпегенмін. Арман көзін төмен түсірді. Кеудесін өкініш қысып бара жатты. Анашым, иә балам, неге мені сонша жақсы көресіз? Зере жымиып қойды. Көзінде мейірім ғана бар еді. Себебі сен менің баламсың. Осы қарапайым жауап Арманның жанын одан сайын ауыртты. Өйткені соңғы жылдары ол анасына дәл сондай мейірім көрсете алмады. Таңға жуық Нұрлан да келді. Қолында ыстық шай. Зере ішпеген тамағын ішкізді. Бірнеше күннің ішінде Нұрлан бөтен адам емес, жақын жанға айналып қалған. Арман төсектен қарап жатып бәрін байқап жүрді. Бір кезде ол Нұрланды дәлізге шақырды. Аға, айта ғой, анам жалғыз қалмай ма? Нұрлан түсінбей қарады. Не айтқың келеді? Арман көзін терезеге бұрды. Егер маған бірдеңе болса, ондай сөзді қой. Жоқ, тыңдаңыз. Нұрлан үндемеді. Мен анамды қарттар үйіне апарған күнімнен бері өзімді кешіре алмаймын. Ателігіңді түсіндің ғой. Бірақ кейде кеш түсінеміз. Даусы дірілдеп кетті. Егер мен болмасам, анамды жалғыз қалдырмаңыз. Нұрланның көздері жасаурап кетті. Құдай қаласа, өзің ұзақ жасайсың. Арман ащы жымиды. Сонда да уәде беріңіз. Ұзақ үнсіздіктен кейін Нұрлан басын изеді. Уәде. Сол сәтте есік жақтан бір әйелдің жылаған дауысы естілді. Бұл Мадина еді. Ол бірнеше күннен бері ауруханаға келе алмай жүрген. Арманның жағдайын естігелі бері өзін кінәлау тоқтамаған. Палатаға кірген бойда еңіреп жіберді. Кешірші. Арман үндемеді. Мадина Зере әженің алдына барып тізерлей кетті. Апа, қарағым, мені кешіріңіз. Тұр қызым. Жоқ. Көз жасы көйлеу болды. Мен сізді түсінбедім. Сізді ауырттым. Өткенді қазба. Менің кесірімнен бәрі осылай болды. Зере оның басынан сипады. Қызым, адам қателеспей тұрмайды. Сол сәтте палатада тұрғандардың бәрі жылап тұрды. Бірақ ешқайсысы сезбеген бір нәрсе болды. Дәліздің арғы шетінде дәрігерлер өзара сөйлесіп біреді. Олардың әңгімесі көңілге күдік ұялататын. Себебі Арманның анализдері күткеннен де күрделі болып шыққан еді. Ал бұл жаңалықты отбасы әлі естіген жоқ. Келесі күні таңертең дәрігер Арманның туыстарын жеке кабинетке шақырды. Зере әже, Мадина және Нұрлан үнсіз кірді. Бәрінің жүрегі әлденені сезгендей түрсілдеп тұр. Дәрігер алдындағы қағаздарға біраз қарап отырды. Сосын ауыр күрсінді. Мен сіздерден ештеңені жасырғым келмейді. Зере әженің жүрегі суып кетті. Айта беріңіз, балам. Арманның жүрек бұлшықеттері қатты әлсіреген. Бөлме іші тып-тыныш болып қалды. Бұл бір күнде пайда болған дерт емес. Ұзақ уақыт бойы байқалмай жүрген. Мадина орындықтың шетіне жабысып қалды. Емі бар ма? Ем жүргіземіз. Бірақ дәрігердің жүзі олардың үмітін толық оята алмады. Зере бәрін түсінді. Ана жүрегі кейде дәрігер айтпаған сөзді де сезеді. Кабинеттен шыққан соң ол аурухананың шағын мешітіне кірді. Ешкімге білдірмей. Жай ғана барып отырды. Қос алақанын жайды. Көзінен жас тоқтаусыз ақты. Уа Алла! Ғұмырымнан алсаң да балама бере көр. Жалғызымды аман қалдыр. Оның орнында мен кетейін. Жүректен шыққан дұға еді бұл. Ана махаббатының шегі болмайтынын періштелердің өзі көріп тұрғандай. Осы кезде Арман палатада жалғыз қалған. Терезеден сыртқа қарап отыр. Бір кезде төсегінің жанындағы сөмкеден ескі дәптер тауып алды. Бұл анасын қарттар үйіне апарар күні көлігіне кездейсоқ салып алған зат екен. Дәптердің сырты әбден тозған. Қызығып ашып көрді.
Алғашқы бетінде Арманның балалық шағы деген жазу тұр. Қолтаңба Зере әженікі. Арманның жүрегі шым ете қалды, оқып кетті. Бүгін Арман алғашқы қадамын басты. Бүгін балам алғаш рет ана деді. Бүгін мектепке барды. Бүгін ауырып қалды, түнімен қасында отырдым. Бет сайын ана махаббаты төгіліп тұр. Арман оқыған сайын көзі жасаурай берді. Соңғы беттерге келгенде қолы қалтырап кетті. Бір жазба ерекше көзге түсті. Егер бір күні қартайып, балама салмақ болсам, Алладан жалғыз тілегім бар. Балам мені жақсы көретінін ұмытпаса екен. Осы жолдарды оқығанда Арман еңіреп жіберді. Бетіне жас тамшылап жатты. Өйткені дәл сол қорқыныш анасының басына келген еді. Ал оны жасаған өзінен басқа ешкім емес. Кешке қарай Зере палатаға қайта кірді. Арман анасының қолынан ұстап ұзақ отырды. Бір кезде баяу ғана: «Анашым, айта ғой құлыным, үйге қайтайықшы». «Қайда?» «Өз үйімізге». Зере үнсіз қалды. «Мен сізді енді ешқайда жібермеймін». Әженің көзінен тағы да жас ақты. Бірақ бұл жолы жүрекке жылу сыйлайтын жас еді. Дәл сол сәтте ешкім күтпеген оқиға болды. Палатаның есігі ашылып, ішке ақ қалатты жас қыз кірді. Ол Зереге ұзақ қарап тұрды. Сосын кенеттен: «Кешіріңіз». «Иә, қызым». «Сіздің атыңыз Зере ме?» «Иә». Қыздың жанары жасаурап кетті. «Мен сізді көп жылдан бері іздеп жүрмін». Зере таңырқап қалды. Бұл соңғы күндері естіген екінші тосын сөз еді. Ал қыздың келесі айтқаны олардың өмірін тағы да өзгертіп жіберетін еді. «Менің анам сіздің өміріңізді сақтап қалған адам болған». Палатадағы жұрт бір-біріне таңырқай қарады. Жас дәрігер қыздың жанары жасқа толып тұр еді. Зере әже оның жүзіне ұзақ үңілді, бірақ есіне түсіре алмады. «Қызым, кімнің баласысың?» Қыз қолындағы ескі суретті ұсынды. Суретте жас Зере мен ақ қалатты әйел бейнеленген. Бірден таныды. «Айман», даусы дірілдеп шықты. «Иә, мен Айман апайдың қызымын». Зере көзін жұмып жіберді. Жарты ғасыр бұрынғы оқиға көз алдына қайта келді. Ол кезде Арман дүниеге жаңа келген. Күйеуі қайтыс болғаннан кейін қатты сырқаттанып қалған. Ауруы асқынып, өмір мен өлімнің арасында жатқан күндері болған. Сонда ауыл ауруханасында жұмыс істейтін жас медбике Айман оның жанынан шықпай күтім жасаған еді. Тіпті өз ауысымы аяқталған соң да келіп қарайтын. «Сол кісінің арқасында аман қалғанмын. Анам сіз туралы жиі айтатын». Қыз көз жасын сүртті. Қайтыс болар алдында бір өтініш қалдырды. «Қандай?» «Егер Зере апайды көрсем, сәлем айт. Ол өте мейірімді адам еді» деді. Зере үнсіз жылады. Соңғы күндері тағдыр оның алдына өткен өмірдің адамдарын бірінен соң бірін әкеліп тұрғандай. Бірі жоғалтқан махаббат, бірі ескі құрбының аманаты, бірі өмірін сақтап қалған жанның сәлемі. Сол кеште Арман анасының қасында ұзақ отырды. Екеуі көп сөйлемеді. Кейде үнсіздік те жүректерді жақындатады. Бір кезде Арман ақырын ғана: «Анашым». «Иә, егер уақытты кері қайтара алсам, сізді ешқашан ренжітпес едім». Зере оның маңдайынан сипады. «Әр адамның өмірінде өкініш болады, балам. Бірақ менікі тым ауыр. Өкінген адам өзгеруге жақын тұрады». Арман көз жасын жасыра алмады. Өйткені анасы оны тағы да ақтап отыр. Тағы да қорғап отыр. Тіпті осынша ауыртқаннан кейін де. Түнге қарай дәрігерлер жақсы жаңалық айтты. Арманың жағдайы тұрақтана бастаған. Барлығы қуанды.
Зере әже алғаш рет күлімсіреді. Бірақ сол түні Нұрлан аурухана дәлізінде жалғыз отырғанда кеудесін қатты қысып ауырсыну сезді. Алғашында мән бермеді, бірақ ауырлық күшейе түсті. Тынысы тарылды. Қабырғаға сүйеніп әрең тұрды. Жақын маңнан өтіп бара жатқан Мейірбике оның өңінің өзгеріп кеткенін байқап қалды. «Ата, сізге не болды?» Нұрлан жауап бере алмады. Қолымен жүрегін ұстап қалған. Бірнеше секундтан кейін есінен танып құлап түсті. Ал бұл оқиғаны Зере әже әлі білмейтін еді. Өйткені тағдыр оған тағы бір ауыр сынақ дайындап қойған болатын. Түн ортасы ауғанда аурухана дәлізінде абыр-сабыр басталды. Дәрігерлер мен мейірбикелер бір науқастың төңірегіне жиналып қалған. Ол Нұрлан еді. Жүрегі сыр беріп, аяқ астынан құлап түскен. Бірнеше минуттан кейін оны жансақтау бөліміне алып кетті. Ал Зере әже бұл жағдайды таңға жақын ғана білді. Хабарды естігенде орнынан тұра алмай қалды. Нұрлан, көз алдына соңғы күндердегі көріністер келе берді. Қарттар үйіндегі алғашқы кездесу, жастық шақ туралы әңгімелер, жарты ғасыр бойы айтылмай қалған сырлар, жан жарасын түсінген жалғыз адамның мейірімі. Зере жүрегінің бір бұрышы Нұрланға байланғанын енді ғана аңғарғандай болды. Бірақ бұл сезім жастық шақтағы махаббат емес еді. Бұл жалғыздықты бірге көтерген екі жанның жақындығы болатын. Жансақтау бөлімінің алдында ұзақ отырды. Арман да анасының қасынан шықпады. Бір кезде ұлы оның қолынан ұстады. Анашым, иә балам, сіз оны жақсы көресіз бе? Зере жауап бере алмады. Көзінен жас ақты. Білмеймін. Бірақ ол сізге қымбат адам сияқты. Әже басын изеді. Кейбір адамдар өмірге кеш келеді екен. Бірақ бәрібір жүректен орын табады. Арман анасына қарап отырып тағы бір өкініш сезінді. Егер бәрі басқаша болғанда, егер ол анасын қарттар үйіне апармағанда, мүмкін бұл адамдар кездеспес пе еді? Мүмкін кездеспегендері де дұрыс болар ма еді? Бірақ тағдырдың өз жолы бар. Түске қарай дәрігер шықты. Зере орнынан ұшып тұрды. Қалай? Дәрігер жымиып қойды. Қауіптің беті қайтты. Зере көзіне келген жасты жасыра алмады. Сол сәтте ол жаратқанға 1000 мәрте шүкір айтты. Кешке қарай Нұрланды палатаға ауыстырды. Зере ішке кіргенде қария әлсіз жымиды. Тағы да жылап алғансың ғой. Қорқыттың. Мен кетіп қалсам, сен тағы ренжіп қалар ма едің? Зере көз жасын сүртіп күлді. Соңғы рет қашан күліп отырғанын өзі де ұмытып қалыпты. Бір кезде Нұрлан жастығының астынан кішкентай қорап шығарды. Мынаны көптен бері сақтап жүредім. Не ол? Нұрлан қорапты ашты. Ішінде күміс сақина жатыр. Ескірген. Бірақ көздің қарашығындай сақталған. Бұл не? Саған алмақ болған сақина. Зеренің демі тоқтап қалғандай болды. Қай кезде? Әскерден келер алдында. Саған ұсыныс жасаймын деп жүргенмін. Зере еңіреп жіберді. 50 жыл бойы сақталған сақина. 50 жыл бойы ұмытылмаған сезім. Нұрланның да көзі жасаурады. Тағдыр бізге жастық шақты қайтармады. Иә. Бірақ қалған күндерімізді қадірлеуге мүмкіндік берді. Зере үнсіз жылады. Бұл өкініштің де, қуаныштың да жасы еді. Ал дәл сол сәтте Арман палата сыртында тұрып, осы әңгіменің бәрін естіп қалған болатын. Ол анасының бақыты үшін өмірінде алғаш рет маңызды шешім қабылдады. Және ол шешім көп ұзамай бүкіл отбасының тағдырын өзгертетін еді. Палата есігінің сыртында тұрған Арман көз жасын тыя алмады. Анасының даусын бұрын соңды мұндай нәзік естімеген. Соңғы жылдары ол тек анасының мұңын көріп келді. Ал бүгін
алғаш рет оның жүрегінде қайтадан үміт оянғанын байқады. Өмір бойы өзі туралы ғана ойлап келгенін түсінді. Анасының да арманы, сағынышы, сезімі бар адам екенін кеш ұқты. Сол түні Арман ұйықтамады. Терезеден таңның атқанын қарап отырды. Бір кезде қалтасынан телефон алып, үйіндегі құжаттарды қарай бастады. Үйдің құжаттары, жинақтағы ақшасы, сақтандыру қорындағы қаржысы, барлығын қайта есептеді. Сосын бір шешімге келді. Ертеңінде Мадинаны шақырды. Мен бір нәрсе айтқым келеді. Мадина оның жүзіне қарап алаңдап кетті. Не болды? Анам бізбен бірге тұрады. Әрине. Жоқ, мен басқа нәрсені айтып тұрмын. Түсінбедім. Арман тереңге малды. Үйді анамның атына жазамын. Мадина үнсіз қалды. Не? Естігенің сол. Арман. Бұл үйде ең көп еңбек сіңірген адам анам. Бірақ мен оның алдында қарызбын. Мадина көз жасын сүртті. Ол бұрынғы Мадина емес еді. Соңғы оқиғалар оның жан дүниесін қатты өзгерткен. Мен қарсы емеспін. Арман таңырқап қалды. Рас па? Иә. Ренжімейсің бе? Жоқ. Мадина басын төменмен түсірді. Мен көп нәрсені кеш түсіндім. Сол күні кешке Арман нотариусқа хабарласты. Құжаттарды дайындай бастады. Ал Зере әже бұдан бейхабар еді. Ол Нұрланмен аурухана бағында аздап серуендеп жүрген. Күн сәулелесі ағаштардың арасынан төгіліп тұр. Бақыт деген не екен? Деді кенет Зере. Нұрлан жымиып қойды. Бұрын білмейтінмін. Қазір ше? Қазір сенің қасында отырып шай ішудің өзі бақыт сияқты. Зере ұялып күліп жіберді. Жастық шақтағыдай емес, қартайған шақтағы мейірімді күлкі. Сол сәтте Арман алыстан қарап тұрды. Жүрегі елжіреп кетті. Өйткені көп жылдан бері анасының бұлай күлгенін көрмеген еді. Кешке қарай ол анасының бөлмесіне кірді. Қолында бір бума құжат. Анашым? Иә балам, мен саған сыйлық әкелдім. Не сыйлық? Арман құжаттарды оның алдына қойды. Зере көзілдірігін тағып оқи бастады. Бірнеше секундтан кейін қолы дірілдеп кетті. Бұл не? Үйдің құжаттары. Енді бұл үй сенің атыңда. Зере ұлына ұзақ қарады, сосын жылап жіберді. Маған үйдің керегі жоқ, балам. Білемін, маған сен ғана керек едің. Арман да көз жасын жасыра алмады. Енді мен қасыңдамын, анашым. Сол сәтте олар құшақтасып ұзақ тұрды. Бірақ қу тағдырдың дайындаған соңғы сынағы әлі алда еді. Дәл сол түні дәрігер Арманның жаңа анализдерін алып шықты. Қорытындыны көргенде оның қабағы түйіліп кетті. Бұл жаңалықты айту өте қиын болатын. Келесі күні дәрігер Арманды жеке кабинетіне шақырды. Терезеден түскен бозғылт жарық бөлмені мұңға бөлеп тұрғандай еді. Дәрігер алдындағы құжаттарды ұзақ қарап отырды. Арман оның жүзінен жақсы хабар естімейтінін бірден сезді. Айтыңыз, дәрігер. Дәрігер терең күрсінді. Біз барлық тексеруді қайта қарап шықтық. Жүрегіңіздегі ауру біз ойлағаннан күрделірек болып шықты. Арман үнсіз қалды. Қанша уақыт? Дәрігер оның не сұрап отырғанын түсінді. Қазір нақты ешкім мерзім айта алмайды. Бірақ, егер емді үзбей қабылдасаңыз, бірнеше жыл өмір сүре аласыз. Арман көзін жұмып отырды. Оның ойына өзі емес, анасы келді. Зере әже, кішкентай қызы, отбасы, Нұрлан. Осы күндері қайта табысқан адамдар. Өмірдің қадірін енді ғана түсінгенде мұндай хабар есту оңай емес еді. Кабинеттен шыққан соң ұзақ уақыт аурухана бағында жалғыз отырды. Күн еңкейіп бара жатты.
құстар ұясына қайтып жатыр. Сол сәтте оның қасына Нұрлан келді. Жалғыз отырсың ба? Арман жымия алмады. Нұрлан бәрін сезді. Не айтты? Арман үнсіз отырып қалды. Сосын бәрін баяндап берді. Нұрлан тыңдап болды да иығына қолын қойды. Балам, иә, адамның ғұмыры ұзындығымен өлшенбейді. Қалай өмір сүргенімен өлшенеді. Арман көзін төмен салды. Мен жақсы өмір сүрдім деп айта алмаймын. Қателік жасадың. Өте үлкен қателік. Бірақ түзедің. Арман басын шайқады. Кеш болып кеткен жоқ па? Нұрлан көкжиекке қарады. Анаң тірі ғой. Сен оның кешірімін алдың. Ендеше ештеңе кеш емес. Бұл сөздер Арманның жүрегіне жетті. Сол кеште ол үйіне барып, ұзақ уақыт бойы сақтап жүрген заттарды да реттеді. Балаларына хат жазды, жарына хат жазды. Ең соңында анасына арнап бірнеше бет қағаз толтырды. Егер бір күні айта алмай қалса, оқып қалар деген оймен. Ал сол уақытта Зере әже ауруханадағы намаз бөлмесінде отыр еді. Ол соңғы күндері тек бір нәрсе сұрап жүрді. Уа Алла, баламның ғұмырын ұзартшы. Өзінің емес, баласының өмірін сұрады. Кез келген ана сияқты. Сол түні Арман палатасына қайтып келе жатқанда дәліздің соңында тұрған анасын көріп қалды. Зере оны байқамаған. Қолын жайып дұға жасап тұр екен. Көзінен жас тоқтаусыз ағып жатыр. Арман қабырғаға сүйеніп тұрып қалды. Сол сәтте жүрегін бір ой тілгілеп өтті. Мына дүниеде мені бұлай жақсы көретін бір ғана адам бар екен. Ол анасына білдірмей бұрылып кетті. Бірақ дәл сол түні оның өмірінде тағы бір күтпеген оқиға болды. Телефонына бейтаныс нөмірден хабарлама келді. Хабарлама бір ғана сөйлемнен тұрған. Мен сізге қатысты көп жылдан бері жасырылған шындықты білемін. Арман аң-таң болып экранға қарап қалды. Хабарламаның астында белгісіз адамның аты жазылған еді. Ал ол есімді көргенде жүрегі тоқтап қалғандай болды. Өйткені бұл адам олардың отбасымен тікелей байланысты болатын. Арманның қолындағы телефон дірілдеп тұрды. Экрандағы хабарлама көзінен кетер емес. Мен сізге қатысты көп жылдан бері жасырылған шындықты білемін. Хабарлама соңында бір есім жазылған. Майраның ұлы Дәурен. Арман бірден есіне түсірді. Бұл бірнеше күн бұрын қарттар үйіне келіп, анасының бұрынғы құрбысы Майраның аманатын жеткізген жігіт. Арман бірден қоңырау шалды. Алло? Арғы жақтан ауыр тыныс естілді. Арман мырза, не болды? Сізбен шұғыл кездескім келеді. Қазір келіңіз. Бір сағаттан кейін олар аурухананың ауласында кездесті. Дәуреннің жүзі алаңдаулы еді. Ол ұзақ үнсіз тұрды. Сосын қалтасынан сарғайған конверт шығарды. Мұны анам қайтыс болар алдында берді. Бұл не? Ашып оқыңыз деді. Арман қағазды ашты. Хат Майраның өз қолымен жазылған екен. Жазудың кей жері көз жасынан жайылып кеткен. Арман оқи бастады. Егер бұл хат саған жетсе, демек мен өмірден өткен шығармын. Зереден де, сенен де кешірім сұраймын. Өйткені мен бір ғана емес, екі адамның тағдырын бұздым. Арманның жүрегі атқақтай жөнелді. Сен кішкентай кезінде ауыр науқасқа шалдықтым. Дәрігерлер шетелде ғана жасалатын ота қажет екенін айтты. Зеренің оған шамасы жетпейтін. Сол кезде мен күйеуіммен бірге жасырын көмектестім. Бірақ Зере мұны ешқашан білмеді. Оның намысын жаралағым келмеді. Арман көз жасын сүртті. Бірақ хат мұнымен аяқталмаған еді. Тағы бір сыр бар. Күйеуім қайтыс болар алдында барлық мүлкін маған емес, саған қалдырған. Өйткені ол сені өз баласындай көретін. Бірақ мен бұл жайлы үндемедім. Қорқақ болдым. Кешір. Арман үнсіз қалды.
Ақша мен мұра дәл қазір маңызды емес еді. Оны басқа нәрсе тоқытты. Біреулер кезінде оның өмірі үшін күрескен, ал өзі анасының жүрегін жаралаған. Сол сәтте ол өз өміріне сырттан қарап тұрғандай күй кешті. Қанша бос нәрсенің соңынан қуғанын түсінді. Қанша маңызды сәтті бағаламағанын түсінді. Сол түні Арман анасының бөлмесіне кірді. Зере ұйықтап жатыр екен. Жүзі шаршаңқы, шашына ақ түскен, қолында тәспі. Ұйықтап жатып та дұға жасап кеткен сияқты. Арман үнсіз отырып ұзақ қарады. Сосын тізерлеп отырды, бала күніндегідей. Ақырын ғана анасының қолын сүйді. Кешір жанашым. Көзінен жас тамшылап жатты. Мен сенің қандай байлық екеніңді кеш түсіндім. Дәл сол кезде Зере оянып кетті. Ұлын көріп жымиып қойды. Неге жылап отырсың? Арман жауап бере алмады. Тек анасын құшақтай алды. Сол түні екеуі таң атқанша әңгімелесті. Балалық шақты еске алды. Күлді, жылады, кешірді, кешірім алды. Ал таңға жуық Арман күтпеген шешім қабылдады. Ол қарттар үйіне қайта бармақ болды. Бірақ бұл жолы анасын алып кету үшін емес, басқа себеппен. Өте маңызды себеппен. Бұл шешім ондаған қарияның тағдырын өзгертуі мүмкін еді. Ауруханадан шыққаннан кейінгі алғашқы күні Арман анасын, Нұрланды және Мадинаны ертіп қарттар үйіне барды. Бұл жерге соңғы рет келгенде жүрегі тас болып кеткен еді. Ал бүгін әр қадамы ауыр сезілді. Қақпадан кірген сәтте аулада отырған қариялар орындарынан тұрып амандасты. Кейбірінің жүзінен қуаныш байқалды. Кейбірінің жанарында үйреншікті мұң бар. Арман олардың әрқайсысына қарап шықты. Біреудің ұлы шылдап келмеген. Біреудің қызы шетел асып кеткен. Біреуді туыстары ұмытқан. Біреудің есігін ешкім қақпайды. Сол сәтте ол анасын осындай тағдырдың ортасына өзі әкелгенін қайта сезінді. Жүрегі тағы да сыздап кетті. Қарттар үйінің директоры оларды кабинетке шақырды. Біраз әңгімеден кейін Арман үстен үстіне қалың құжат қойды. Менің бір өтінішім бар. Тыңдап тұрмын. Осы мекемеге тұрақты көмек көрсеткім келеді. Директор таңырқап қалды. Қалай? Ай сайын қаржы бөлінеді. Дәрі-дәрмекке, күтімге, қажет заттарға жұмсалсын. Директор үнсіз отырып қалды. Көзінен жас көрінді. Балам, мұндайды көп ести бермейміз. Арман басын төмен түсірді. Бұл жақсылық емес. Бұл менің кешірім сұрауым. Кабинеттен шыққан соң ол ауладағы қариялардың жанына барды. Бір әже қолынан ұстап қалды. Балам, иә апа, анаңның қадірін біл. Арманның көзі жас орап кетті. Енді білемін. Сол күні кешке бәрі бірге үйге қайтты. Зере әже ұзақ уақыттан кейін өз шаңырағына кірді. Есікті ашқанда көзіне жас келді. Баяғы шайнек, баяғы дастарқан, баяғы терезе. Бірақ бүгін бәрі басқаша еді. Өйткені бұл үйге енді жалғыздық жоқ болатын. Кешкі шай үстінде Арман орнынан тұрды. Қолында бір қағаз бар. Анашым, иә құлыным, мен саған бір нәрсе оқып бергім келеді. Бұл өзі жазған хат еді. Арман хатты оқи бастады. Анашым, мен өмір бойы өзімді есейдім деп ойладым. Бірақ шын мәнінде сіздің балаңыз болып қала беріппін. Сіз мені көтердіңіз, жеткіздіңіз. Жылағанда жұбаттыңыз, құлағанымда сүйедіңіз. Ал мен сіз қартайғанда қолдаудың орнына жүрегіңізді ауырттым. Кешіріңіз. Зере көз жасын сүртіп отырды. Үйдегілердің еш қайсысы жылауын тоқтата алмады. Арман хаттың соңына келгенде дауысы дірілдеп кетті. Егер қайта өмір сүрсем, ең алдымен сізді бағалар едім.
хат аяқталды. Бөлме үнсіз қалды. Сол кезде Зере орнынан тұрды. Ұлының жанына келді. Басын кеудесіне басты, бала күніндегідей. Мен сені баяғыда-ақ кешіргемін, балам. Арман еңіреп жіберді. Өмірінде алғаш рет жүрегіндегі ауыр жүк жеңілдегендей болды. Бірақ тағдыр оларға тағы бір сый дайындап қойған еді. Сол түні Нұрлан Зеремен жеке сөйлескісі келетінін айтты. Және ол сөз Зеренің өміріндегі ең күтпеген ұсынысқа айналмақ еді. Сол түні үй іші тынышталып қалған. Мадина балаларды ұйықтатты. Арман бөлмесіне кірді. Ал Зере әже ауладағы орындықта жалғыз отырған. Жаздың жылы самалы есіп тұр. Аспанда жұлдыздар жымыңдайды. Өмірінде алғаш рет, соңғы бірнеше айдағы ауыртпалықтан кейін көңілі жайланғандай еді. Сол кезде Нұрлан баяу басып қасына келді. Қолында баяғы кішкентай қорап, 50 жыл сақталған қорап. Тоңып қалмадың ба? Деді ол. Жоқ. Біраз уақыт екеуі үнсіз отырды. Екеуінің де ойында өткен өмір, өткен күн, өткен өкініш. Бір кезде Нұрлан күрсініп алды. Зере? Иә, менің айтар сөзім бар. Зере бұрылып қарады. Нұрланның жүзі қобалжып тұрған. Тура баяғы 20 жастағы жігіт сияқты. Айта бер. Нұрлан қорапты ашты. Ішіндегі күміс сақина ай сәулесіне шағылысып тұрды. Осыны саған 50 жыл бұрын бермек едім. Зеренің көзінен жас сырғып түсті. Білемін. Бірақ тағдыр рұқсат етпеді. Иә. Біз жоғалтқан уақытты қайтара алмаймыз. Бірақ қалған өмірімізді бірге өткізуге бола ма? Зере үнсіз қалды. Кеудесін әлде бір толқу биледі. Көз алдына бүкіл ғұмыры келді. Жастық шағы, жесір қалған күндері, жалғыздық, күрес, көз жасы, ұлы үшін өткізген өмір, қарттар үйіндегі ауыр күндер, сосын қайта табылған бақыт. Нұрланның жанарында үміт тұр еді. Зере, маған тұрмысқа шығасың ба? Осы сөзден кейін Зере еңіреп жіберді. Бірақ бұл мұңның жасы емес еді. Бұл жүрекке кеш келген қуаныштың жасы болатын. Нұрлан, иә, мен саған баяғыда-ақ тұрмысқа шығуға дайын болғанмын. Нұрлан да көз жасын жасыра алмады. Екеуі қол ұстасты. Дәл сол сәтте үйдің терезесінен қарап тұрған Арман бәрін көріп тұр еді. Жанарынан жас ақты. Бірақ бұл жолы жүрегінде өкініш емес, тыныштық бар еді. Ол анасының ақыры бақытты болғанын көрді. Ең бастысы, жалғыз емес екенін көрді. Бір аптадан кейін шағын дастархан жайылды. Тек ең жақын адамдар жиналды. Арман сөз сөйледі. Мен бір кезде өмірімдегі ең үлкен қателікті жасадым. Бөлме тына қалды. Анамды қарттар үйіне апардым. Зере басын төмен түсірді. Бірақ сол қателігім мені ең үлкен сабағыма алып келді. Ата-ананың қадірін олар қасында жүргенде білу керек екен. Көпшіліктің көзіне жас келді. Арман сөзін аяқтады. Анашым, иә балам. Маған тағы бір мүмкіндік бергеніңіз үшін рахмет. Зере ұлының қолын ұстады. Балам, адам қателеседі. Бірақ қателігін түсініп түзете алса, ол ең үлкен жеңіс. Сол күні дастархан басында күлкі де болды, көз жасы да болды. Бірақ бұл жолы мұңның емес, шүкіршіліктің көз жасы еді. Кешке қарай Зере аулаға шықты. Қасында Нұрлан. Үйдің терезесінен немерелерінің күлкісі естіліп тұр. Арман мен Мадина шай дайындап жүр. Кенет Нұрлан. Бақыт деген не екен? Деп сұрады. Зере күлімсіреп аспанға қарады. Бақыт деген. Қартайғанда жалғыз қалмау шығар. Олар үнсіз қол ұстасып отырды. Ал көк жүзінде жұлдыздар жарқырап тұрды. Кейде тағдыр адамды ұзақ сынайды, бірақ сабыр еткен жүрекке
кеш болса да бақыт келеді. Қадірлі оқырман, ата-анаңыз қасымызда жүр ме? Оларға соңғы рет қашан жылы сөз айттыңыз? Пікірге жазыңыз. Әңгіме жүрегіңізге жетсе лайк басып, арнаға тіркелуді ұмытпаңыз.